Сәлем YouTube көрермендері, бүгін сіздермен осындай дәмді тефтелі мен видеоролигімді ұсынып отырмын. Ол үшін менде мынандай кішкене гарнирім қалып кеткен болатын. Осындай гарнирден де жасауға болады. Алдымен қыздырған майымызға пиязымызды салып аламыз. Кішкене қуып болғаннан кейін артынша сәбізімізді саламыз. Және кішкене универсальный приправамызды қосамыз. Картошкамызды салып, кішкене тағы араластырып қуырып, қызанағымызды қосамыз. Және тағы да бір 5-10 минут қуырамыз. Және суымызды құйып, қайнағанын күтеміз. Оған дейін фаршымызды дайындап аламыз. 400 грамм фаршқа бір жұмыртқа қосып, және бір кесе күрішімізді салып, кішкене тұз, бұрышта қосып араластырамыз. Міне фаршымыз дайын. Дайын фаршымызды домалақтап дайындаймыз. Домалақтағанда әртүрлі домалақтасаңыз да болады, кіші, орташа, немесе үлкен болып, өздеріңіздің қалауынша. Домалақтап болғаннан кейін дайын қайнап тұрған сорпаға біртіндеп дайын тефтелімізді салып аламыз. Бұндай тефтелі тез әрі 5 минутта дайын болады, өйткені күріші піскен күріш. Кішкене тұзымызды қосып, осындай дәмді тефтеліміз дайын. Егер де менің видеоролигім сіздерге ұнаса, лайк, подписка басуды ұмытпаңыздар.